Кореядағы арбайт туралы екінші бөлім. Корей тілінде инлёк самусо немесе инлёк самушил деп айтылады. Картаға осылай терсеңіз, сіздің қалаңыздағы офистердің списігі шығады. Көбіне ол жерлерде таңғы 6-дан бастап жұмысшылар жинала бастайды. Кореяға енді келгендер ертерек барғандарыңыз дұрыс әрине. Постоянно шығып жүрген адамдар кешірек келе береді. Барғаннан кейін сол жерде отырған кәріс кісімен амандасып, жұмыс керек екендігін айтасыз. Тілді мүлдем білмесеңіз, сол жерде қазақ, өзбек немесе орыстардың біреуі обязательно болады. Көмектесіп жібер деп өтініш айтсаңыз, көмектеседі. Сіздің атыңызды сұрап, кішкене күте тұр деп айтады. План бойынша 20 адам керек болса, жұмыс іздеп келген адамдардың саны артық болса, сол адамдардың ішінен іріктеп таңдап алады. Ең бірінші визасы барлар, кейін кәріс тілін жақсы білетіндер, жұмысқа шығып көрген опыты барлар, ең соңында новенький. Адам саны толып қалса, сізді жұмысқа алмай қайтарып жіберуі мүмкін. Ал адам саны жетпей жатса, онда ештеңкеге қарамай бәрін ала береді. Жасы үлкен, семіз адамдарды кәрістер жақтырмағанмен, ондай кезде оларды да ала береді. Жұмысқа барып келетін транспорт және обед тегін. 1 сағат обед уақытысы төленбейді. Жұмыс күні 8 сағат, әр 2 сағат сайын 10 минуттық демалыс беріледі. Ақшасын жұмыстан кейін сразу төлейтіндер бар. Қаласаңыз аптасына немесе айына төлейтіндер бар.